Сыбайластықпен күрес жауапты міндет тақырыбындағы бүгінгі кездесуімізді Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Көнекенткен ауылының тұрғыны, қазіргі таңда Талдыауылдық округ аппаратының жастар жөніндегі әдіскері Набимова Дина Маратқызыменен бастаймыз. Қоғамдағы мәселелердің бірі сыбайлас жемқорлық. Заманмен бірге өсіп өркендеп, небір тегеруінді қарсылықтарға төтеп беріп, қандай мол қаражат қайда пайда болса, сол жерге тамырын жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Осы орайда өзіңіз жастармен жұмыс жасағандықтан, жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сұрағыңызға үлкен рахмет. Жалпы менің ойымша, қазіргі кезде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте жастардың алатын орны өте ерекше деп ойлаймын. Неге? Өйткені жалпы мемлекетіміздің, қоғамымыздың болашағы осы жастардың қолында. Өзім енді осы жастармен жұмыс жасағандықтан, осы орайда бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы өте көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында 2015-2025 жылдарға арналған стратегияда тұлғаны, яғни баланы жас кезінен осы сыбайлас жемқорлықты қабылдамауға тәрбиелеу жөнінде айтылған болатын. Бұл дегеніміз, яғни баланы мектеп кезінен тәрбиелеу. Сонымен қатар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негізінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жас отан жастар қанатының құруы үлкен бір серпін берді деп айта аламын. Осы Жас отан жастар қанатының құру барша еліміздегі жастарға үлкен бір серпін берді. Осы ұйымның арқасында көптеген іс-шаралар өткізілген болатын. Яғни бұл дөңгелек үстелдер, кездесулер, тренингтер, тағы да басқа іс-шаралар өткізілген болатын. Осы Жас отан жастар қанатының ұйымның арқасында елімізде одан да басқа, яғни Қазақстанның студенттер альянсы, қарсы республикалық жастар қозғалысы, сонымен қатар Қазақстанның жастар конгресі, осы ұйымдардың барлығы құрылғаннан кейін осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы өте көптеген іс-шаралар өткізілген болатын. Соның ішінде атап өтетін болсақ, жалпы осы сыбайлас жемқорлық емес, сонымен қатар отан соғысы ардагерлерімен кездесу, мемлекеттік тілді дәріптеуге арналған іс-шаралар, қайырымдылық акциялары осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында сол күрестегі нақты бір қадам деп айта аламын. Сонымен қатар осы сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресте осы өзіміздің Талдыауылдық округі әкімдігінің бастамасымен, Нұргүл Оразқызының бастамасымен біздің жастармен өте көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Және алдағы уақытта да бұл іс-шаралар жалғасын таппақ. Өте орынды айтасыз, рахмет. Сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйесі, бірде-бір саяси тәртібі қорғалған емес. Сондықтан бұл індетке бірлесе қарсы тұруымыз керек деп елбасымыз айтқандай, бұл індетпен күресу жолдарында айтып кетсеңіз. Енді осы сыбайлас жемқорлықпен күрес жалғыз біздің еліміздің ғана ауыр дерті емес, жалпы бүкіл әлемнің дерті деп айта аламын. Неге? Өйткені бұл барлық елде кездесетін жағдай, бұның тамыры өте тереңде жатыр. Жалпы осы сыбайлас жемқорлықпен күрес кеңес дәуірінен бері орын алып келе жатыр. Жалпы біздің еліміз осы кеңес дәуірі кезінде ең алғаш рет сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңын алғаш қабылдаған елдердің бірі болатын. Бұл сыбайлас жемқорлық қарсы күрес заңында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы принциптар, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа
жылы берген жағдайда қандай да бір заңға тартылатыны айтылған болатын. Сонымен қатар жалпы бұл жемқорлық дегеніміз не? Яғни бұл жемқорлық, яғни көп жағдайда мына туысқандық, жерлестік, көбіне сондай жағдайдан пайда болады. Бұл жалпы жемқорлық сөзі осы мына заманауи құқықтық тұрғыда өте бір кең мағынаға ие болатын сөз. Жалпы менің ойымша әрбір адамзат, әрбір адам осы сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресте ең алдымен өзінен бастау керек деп ойлаймын. Әрбір адам өзінен бастаса, біз бұл сәл де болса да өзіміздің үлесімізді қосамыз деген ойдамын. Өте орынды айтасыз. Қазіргі уақытта Қазақстан орталық Азия өңірінде ғана емес, тұтастай алғанда ТМД бойынша да жемқорлыққа қарсы неғұрлым мықты дамыған заңнамасы бар ел екені ел болып табылады. Бүгінгі эфирімізді аяқтай келе тақырыбымызды түйіндей кетсеңіз. Яғни бүгінгі алып отқан тақырыбымыз өте бір ауқымды тақырып деп ойлаймын. Жалғыз бұл іс-шарамен тоқталып қалмаймыз, яғни алдағы уақытта көптеген іс-шаралар өтеді деген үміттемін. Жалпы осы президентіміз Тоқаев Кемел айтқанынша, өзінің жолдауында осы сыбайлас жемқорлыққа аса бір назар аударған болатын. Яғни сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күресу мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ деп нақтылап айтып кеткен болатын. Жаңағы айтып кеткенімдей, әрбір адам ең алдымен өзінен бастау керек. Жалпы осы жастар, біздер яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Өйткені еліміздің болашағы, еліміздің үміті осы жастардың қолында. Енді үгіт-насихат жұмыстары арқылы халқымыздың санасын көтеріп, сыбайлас жемқорлыққа қоғам болып қарсы тұрғанда ғана біз экономикамыз жоғарылап, әлеуметтік тұрмыс жағдайымыз жақсарып, мәдениетті, өркениетті, мәңгілік ел атанарымыз хақ. Бүгінгі тікелей эфирімізге қатысып сүбелі сөзіңізбенен ой бөліскеніңізге рахмет. Осымен бүгінгі онлайн кездесуіміз өз мәресіне жетті. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Дина Маратқызы, сізге көп рахмет. Еңбегіңізге табыс, отбасыңызға амандық, елімізге тыныштық